Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Рахымжан Жақайымның достар мен Золотой деген әніне бейне сабақ. Бұл бейне сабақта тек баре түрімен көрсетем. Алдыңғы видеода, өткендегі видеода тек баресіз түрінде көрсеткем. Бүгін баремен. Баремен тартатындардың арасында ең оңай видеоурок десем болады, ең оңай қағыз. Ал енді разборды бастайық. 4 аккорд қолданылады. Бірінші аккорд ДМ, 5-ші латта барен аламыз, 6-ші латта 2-ші струна, 7-ші латта 3 мен 4-ші струна. Сосын келесі аккорд АМ, ол да 5-ші латта, сосын 7-ші латта 5 мен 4-ші струна. Сосын келесі аккорд 8-ші латта барен аламыз, 8-ші латта барен, сосын 9-ші латта 3-ші струна, 10-ші латта 5 мен 4-ші струна. Сосын дәл солай, соны 6-ші латта ұстаймыз. 6-ші латта баре, 7-ші латта 3-ші струна, 8-ші латта 5 мен 4-ші струна. Осы 4 аккорд. Қағысы. Бірінші қағысын орындап көрсетейін. Осылай. Ал енді қағысты 3-ке бөліп көрсетем. Вступлениесіне 2 рет, ал қайырмасында 1 рет. Әртүрлі 3 түрлі қағыс қолданылады. Біріншісінде осы орындау үшін бочка, сол кезде төмен. Сосын жоғары. Бочкамен бірге төмен, жоғары. Осыны 3 рет қайталаймыз. Төртіншісінде бірінші ДМ-да ұстап 3 рет істейміз, сосын төртіншісінде АМ-да істейміз. Сосын 8-ші латта осылай немесе ортасына эффект қосуға болады. Ол жерде осы жерден 2 рет немесе гитараның астынан 2 рет тұрамыз. 2-ден асып кетпеу керек. Ал осыны слайд деп атайды, оның барлығы біледі деп ойлаймын. Да, конечно. Слайдты жасау үшін біз келесі қағысты 5-ші латтан бастаймыз, сол жерге кейін 5 кейін тартамыз. Барлық струнаны басып осы дауыс шығу керек. Сосын слайд бітеді, ары қарай келесі 2-ші бөлімдегі қағыз. Орындау үшін бірінші заглушка, жоғары, төмен, жоғары. Тек осы 4 неден тұрады. Бірақ әр аккордты 2 реттен қолданамыз. Тез ритммен. Осылай вступлениесін бастаймыз, бітіреміз. Аккордтардың орындалу реті бірінші ДМ, сосын АМ, сосын 8-ші латта, сосын 6-ші латта. Бірінші бочка, ДМ-ді аламыз. Немесе оны басқа қағыспен тек қана бочка бірге төмен. Бочка төмен. Бірінші қағыс қиын болса, тек осы қағыспен тартуға болады. Мен текстімен аккордтарын осы жерге шығарып кетем. Бочка, жоғары, приглушка, қайттан бочка. Бочка жоғары, бочка төмен.
тек ортасында переклушка болады. Ал осыны АМ-да орындайтын қағысты осыны ДМ-да орындаймыз, сосын 8 қатта орындаймыз. Бочка төмен жоғары, бочка төмен. Немесе басқа қағыспен. Өздеріңізге ыңғайлы қағыспен тартуға болады. Ал енді аккордтарын қалай ауыстыратынын текстін осы жерге шығарып кетейін. Орындап көрсетейін бірінші. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алдай бәрі. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алда бәрі. Ары қарай өздеріңіз қалаған қағыспен орындай бересіздер. Ал енді разбор ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, келесі қандай әнге разбор керек, соны жазып өтіңіздер комментарийге.